Тау-Кен көліктік жабдықтарын жөндеу зауытындағы нөмір 584 КМ50/10 көпірлік кранында қатаң немесе иілгіш ток өткізгіштер троллейлер қолданылады. Алайда аталған кранның троллейлері қар аралас жаңбыр, қар жау және мұздану салдарынан істен шығып отырған. Бұл өз кезегінде жұмыс үдерісінің тоқтауына және қосымша шығындардың туындауына әкелген. Көз, қыс, көктем міне осы кездері кран тұрып қалды деген өтінімдер көп болатын. Кей кездері жүкпен тұрып қалады, ал оны іске қосу қауіпті. Жоғарыға шығу керексің. Қатып қалған мұзды ойып түсіру оңай болмайтын. Кей кезде автомұнараны шақыртатынбыз сол үшін. Сосын осы шаңғы тәріздес тоқалғыш орнату керек деген идея келді ойға. Және сол жобаны іске қостық. Внедрили этот проект. Осы идея 2021 жылы көпірлік кранының жұмысын күзгі қысқы кезеңде оңтайландыру жобасы үздіксіз жақсартулар бастамалары аясында іске асырылды. Ирина Кравченко қазіргі таңда Тау-Кен жабдықтарын жөндеуді технологиялық қамтамасыз ету қызметінің жетекші инженері қызметін атқарады. Ал 5 жыл бұрын ол энергомеханик қызметінің механигі ретінде жүк көтергіш жабдықтарды пайдалану кезіндегі қауіпсіздікке жауапты болған. Инициатор был у нас Алимбаев Нургали, также у нас был Александр Дигаут. Идеяны ұсынғандар Нұрғали Алимбаев пен Александр Дигаут. Олар тоқ алғыш түрінде құрал ойлап тапты. Қар жауғанда, аяз уақытында қар ерігенде крандық троллейлер мұздаған кезде ол құрал көпірлік кранға үздіксіз тоқ беріп тұрды. Бұған дейін троллейлерді мұз басқан кезде кранның электр қозғалтқышына, кабинасына тоқ жетпейтін. Ал тоқ алғыш кранның электр қозғалтқышына және кабинасына электр қуатын жеткізіп, кранның тұрақты жұмысын қамтамасыз етті. Подачу электроэнергии на электродвигатели, как я сказала, на кабину крана. Жұмыс барысында тоқтап қалған көпірлік кранын қайта іске қосу ондаған минуттан бастап бірнеше сағатқа дейін уақытты талап еткен. Бұрын троллей жолындағы қар, мұздар себебінен кран тоқтай беретін. Кейде ортасына дейін жақсы барады да тоқтап қалатын. Кран істен шыққан кезде алдымен шебер жұмыс істеуге рұқсат береді. Ал оны жөндейтін кран тобы басқа цехтан келеді. Сосын барып жұмысқа кіріседі. Троллейді істейді, оның бәрі уақыт. 2020 жылдың қарашасы мен 2021 жылдың наурызы аралығында дәл осы себепке байланысты кранның тоқтап қалуы 12 рет тіркелді. Бүгінде бұл қиындықтар артта қалды. 5 жыл өтсе де тоқалғыш ешбір кемшіліксіз жұмыс істеп келеді. Сонымен қатар крандық топ техникалық қызмет көрсетуді уақытты және сапалы атқарып отыр. А сейчас сделали 2 лапы, оно не попадает ничего, все хорошо идет. Классно. Кран мощный, хороший, тихо идет, спокойно. Қар, жауын жауы, желдің себептерінен қазір кран тоқтамайды. Пыли, у нас не останавливается кран. Ол әлі еш кідіріссіз жұмыс істеп тұр. Қыс болсын, жаз болсын жұмыста. Барлығы мінсіз жұмыс істеуде. Поэтому установка этого токосъемника обеспечила, во-первых, работу без простоев. Тоқ алғышты орнату себебінен кранның тоқтаусыз жұмыс істеуі қамтамасыз етілді. Ал 1 жылдық экономикалық тиімділік 601 мың теңгені құрады. Бүгінгі таңда кран тұрақты жұмыс істеуде. Кран работал уже без простоев по этой причине.